Саламатсыздар ма? Сіздерге 80-ші сабақ, ашық сабақ зат есімнің тәуелденуі тақырыбындағы сол тақырыптың түсіндірмесін түсіндіріп жіберейін. Егер қажет болып жатса, WhatsApp'ты көрсетемін, соған хабарласыңыздар. Зат есімнің тәуелденуі. Алдымен психологиялық ахуал орнатамыз. Одан соң үй тапсырмасын сұраймыз. Кәнеке балалар, үйге қандай тапсырма берілді? 54-ші жаттығу. Яғни жақшадағы сөздерге тиісті тәуелдік жалғауды жалғап жазуымыз керек. Бір-бірімізге жұптар, дәптерлерімізді алмастырайық, мен жауабын шығарамын, тексерейік. Біздің халық бақытты. Сенің даусың естілмейді. Балаларға оқытасыңдар, тексертесіңіздер, және осыған 1 балл беріледі. Енді өзін-өзі бағалаудың екеуін шығарып қойдым. Біріншісі, қараңыздар, біріншісі бағалау, өзін-өзі бағалаудың мынандай жұлдызша түріндегісі, яғни мына жерде мынаны қиясыңыз, ламинаттайсыңыз, сосын мынаны былай канцелярский ножбен кесіп жылжып отыратындай қыласыңыз. Бұл бірінші бағалау түрі. Екіншісі критериалды бағалау бетшесі. Мұнда бір бетке екеуі шығады. Жаңағы әр жұпқа емес, әр баланың алдына біреуін беріп қойсаңыз болады оны да. Бұл да критериалдық бағалау. Яғни бірінші тапсырманы орындады, оқушы, оған 1 балл беріледі, мына жұлдызшаны сырғытады. Кәнеке ендеше өткенді қайталап алайық. Ол үшін мен сендерге 5 жұлдыз ойынын ойнатқым келіп тұр. Яғни мына Алан мен Анельге көмектесейік. Оларға жұлдызшалар сөмкесіне жақсы баға алып берейік. Ол үшін сұрақтарға жауап беру керекпіз. Қазақ тілінде неше сөз табы бар? Дұрыс емес жауапты басса, дұрыс жауапты басса. Келесі, стрелканы басамыз. Қайсысы бас әріппен жазылады? Жалпы есім ба, жалқы есім ба? Жалқы есім. Өте жақсы. Келесі сұрақ, 5 сұрақ бар. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөз, туынды зат есім. Сөйлемнен туынды зат есім тап. Дәрмен ағай нағыз іскер адам. Енді осы жерден бала ауызша табады. Дәрмен десе, жоқ, дұрыс емес, қате. Біреу іскер деген тапса, дұрыс. Заттың біреуге меншікте екенін білдіретін жалғауларды не деп атайды? Тәуелдік жалғаулар. Өте жақсы, керемет, бұған балл берілмейді. Содан кейін сабақтың басында біреудің қарындашын білдіртпей алып аласыңыздар да, сосын жаймен балаларды аралап келе жатып, жерге жаймен тастап жібересіңдер. Сосын тауып аласыңыздар. Балалар, жерде қарындаш тауып алдым. Бұл кімнің қарындашы? Бір бала айтады, менікі дейді. Жоқ, менің қарындашым. Ол сенікі емес, менің қарындашым деген сондай талас туу керек. Содан кейін балалар, дұрыс айтасыңдар. Менің, сенің, оның деген сөздер бұл тәуелдік зат есімнің тәуелденуіне байланысты. Бүгінгі тақырыбымыз зат есімнің тәуелденуі деп аталады деп қарындашын бересіңіз, кімнен алсаңыз. Сабағымыздың мақсаты тәуелдік жалғауларының қолданысын білу және тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық, жабық сұрақтарға жауап беру. Енді бейнебаян тамашалап алайық. Бір 3 минуттық па бейнебаян ай мектептің көрсетіп шығасыңдар. Содан кейін сонымен тәуелдік жалғау дегеніміз не, кім айтады? Қайталатасыңыз. Оның жалғаулар қайсылар? Мыналар, онда қайталатасыңдар. Содан кейін барып жаттығуға көшеміз. Ал ендеше Әбдірахман Асылбектің өлеңін тыңдап шығайық деп өзіңіз оқып бересіңіз, балаларға оқытасыңыз. 2 жолдан көп балаға оқытқаныңыз жөн. Осы жаттығуға 4 ұпай беріледі, қарап отырыңыздар. Бірінші сұрақтарға жауап береді, екінші тәуелдік жалғаулардың қолданысын біледі, үшінші табиғат құбылыстарынан нені үйренетінін жазады дейді. Сосын тәуелдеулі сөздерді жекеше көпше тәуелдейді. Мынау ауызша болса да 4 ұпай берілу керек мына жерге. Қараңыздар. Ғарышқа ұшу қалай пайда болды? Яғни ұшақты, тікұшақты, жаңағы жан-жануарлардан үйренді. Инелікке қарап тікұшақты жасады. Қайықты қалай ойлап тапты? Суда жүзген балыққа қарап жүріп. Сосын аққұманға қарап паровозды ойлап таптық деген сияқты қылып, осы жерден аздап түсіндірме жұмыстарын жүргізесіз, ауызша орындатасыз. Содан кейін адам табиғат құбылыстарынан тағы не үйрену мүмкін? Топта талқыла дейді. Өлеңнен тәуелдеулі сөзді табайық. Сол сөзді 3 жақта жекеше көпше тәуелдеп жазайық. Бұл жерде аққұманың оттағы бүлкілдейді қақпағы, оның қақпағы. Енді мына жерге дәптерге алдын ала жаздырып қойыңыздар, зат есімнің тәуелденуі. Мен өзім алдын ала числоны тақып жаздырып қоям, мырғырап отырмас үшін. Сосын мынау ғаламтор деген сөзді, мынау жаңағы көркем жазуы, кез келген сөз жазуыңызға болады. 56-шы жаттығу деп жазып, манағы егер сенсорлы экран болса, осы жерге жазады. Бірінші жақ менің қақпағым, екінші жақ сенің қақпағың, сіздің қақпағыңыз, оның қақпағы. Көпше түрі біздің қақпағымыз, сендердің қақпақтарыңыз, сіздердің қақпақтарыңыз, сендердің қақпақтарың, сіздердің қақпақтарыңыз, олардың қақпақтары. Осылай тәуелдеп шығады. Содан кейін ал енді 57-ші жаттығу, оған 2 балл беріледі. Ұмыттырмай, манағы
мына тапсырмаға 4 балды қойыңыз. Үй тапсырмасы 1-де тұрады, мынау уже 5-ке жылжыды. Әйтпесе соңында 0 бала ұпай алып отырмасын бала. Ашық сабақта барлық бала 5-4 жақсы ұпайлар алу керек қой. 57-ші жаттығуды кәнекей бірге шешейік. Бірінші, құйрығы айыр құс. Кім табады? Мен дейді ғой. Егер мынандай сенсорлы экран болса, мына жерге жаздыра қойыңыздар қарандашын шығарып жіберіп. Қарлығаш, балды жақсы көретін аң, аю, оқу құралы жазады, кітап. Сосын қысы жазы түрлі түстегі ағаш, шырша. Жаңбырдан кейін шығатын түрлі түсті доға кемпір қосақ. Осылай табады, сөз жұмбақ шешеді 1 бал. Сол сөзі тәуел деп жазады, оған 1 бал. Мана 5-те тұрды, 7-ге бару керек. Енді қараңыздар, мына жерден шығады. Қарлығаш дегенде ш, аю дегенде а, кітап. Шат, сосын мынау шыршада, шатыр деген сөз шығады. Енді шатыр деген сөзді жекеше және көпше жазады. Менің шатырым, сенің шатырың, оның шатыры, біздің шатырымыз. Сендердің шатырларыңыз, сіздердің шатырларыңыз, олардың шатыры. 3-ші тапсырмаға келіп жеттік. Бұл жерге де жаңағы мәтін құрастыру керек. Осыны алдымен кейін содан соң деп адырна деген мәтінді құрастыру керек. Орындар ауысып кеткен ғой. Мынау адырна деген, мынау жаңағы инструмент. Соған орындар ауысып кеткен, соны сөйлем құрап шығарады. Мынаны қоюды ұмытпаңыздар. Бірінші, адырнаны дайындау үшін алдымен ағаштан құрақ, шанақ, мүйіз жасайды. Сонан кейін мүйізге жағалай құлақтар бекітіліп, шектер байланады. Сонан соң шанақтың үсті, асты-үсті терімен қапталады. Сонан соң екінші шығар. Дайын болған аспапты 2 тізенің үстіне қойып, оң қол және сол қол саусақтарымен ойнайды деп, мына адырна туралы мәтінді ауызша құрастыра қойыңыздар. Ал енді көзге арналған жаттығу орындап жіберейік. Бүгін кілең жұлдыз бізде. Тез-тез орындалады, 30 секундта азғантай. Сергіту сатығы бұл, алып тастасаңыз да болады. Енді сергіту саты, ана біреуін алып тастап, мынаны қалдырсаңыз болады. Немесе мынаны алып тастап. Өздеріңіз қалаған сергіту сатын қойып алсаңыздар болады. Ал енді топтық жұмыс жасаймыз. Топтық жұмыста зат есімнің тәуелденуі, мына жерде сөздерді тышқандарға орналастыру керек. Бірінші жақ болса мына жаққа, екінші жақ болса мына жаққа, үшінші жақ болса мына жаққа. Одан кейін топтық жұмыс, мына жақшадағы сөздерге сені тиісті тәуелдік жалғауын жалғап жазады. Мынаған жазатын не беремін? Дәл осындай, соны жазады. Үшінші сәйкестендіреді. Екеуін бересіз үшінші топқа. Себебі тапсырма оңай. Қазір топтық жұмыста көрсетемін. Ал енді сабақты бекітейік, тағы да жұлдызшаға келіп жеттік. 1 дегенді бассаңыз, кім шығады? Мен шығам десе, ал шыға ғой. Тәуелдік жалғауларды атайды. Екінші, тәуелдік жалғаулар неше жақта қандай түрде айтылады? Бірінші жақтың жалғаулары қайсылар? Екінші жақтың жалғаулары қайсылар? Сосын стрелканы бастық, 5-ші сұрақ. Содан кейін, енді қараңыздар. Смайликтің суретін салайық, балалар алдымен. Сабақ ұнады ма? Кері байланыс қой бұл, кері байланыс. Ауызша кері байланыста. Балалар, сендерге сабақ ұнады ма? Кім айтады? Маған сабақ ұнады. Өйткені мынандай болды сабақта. Не ұнады? Маған әсіресе топтық жұмыс ұнады, бірдеңе ұнады. Не ұнамады? Ұнамаған нәрсе жоқ. Не қиын болды? Әсіресе мынандай қиын болды. Қандай ұсыныс айтар едің? Мынандай ұсыныс айтар едім. Айтпақшы, мынандай. Басынан бастаймыз. Мінеке. Сабақ, бірінші сұрақ. 1-ді басасыңыз, сабақ ұнады ма? Иә, ұнады, бірдеңе дейді ғой, мына жерді басып жібересіңіз, ақ жерді. Смайликтің басы салынады. Екінші сұрақ. Не ұнады? Бірдеңе ұнады. Дұрыс. Үшінші сұрақ. Не ұнамады? Барлығы ұнады. Төртінші сұрақ. Не қиын болды? Бірдеңе қиын болды. Бесінші сұрақ. Қандай ұсыныс айтар едің? Мынандай ұсыныс айтар едім. Мінеке суретші бізге смайликтің суретін салып шықты. Ендеше бағалау парақшамызды алайық. Манағы жұлдызша бар ғой. Манағы жұлдызшаны қолдарына алсында, кім қанша ұпай алды, соны санап шықсын. Мен 9 алдым, мен 10 алдым деп шығады ғой. Өте жақсы, ендеше үйге тапсырма, манағы өлеңдер бар ғой өткен. Соны мәтінді әңгімелеу дейді. Жазбаша ештеңе болмаған шығар. Міне, инелік деген өлеңді мәтінді әңгімелеу деген алып тастайын. Сонымен осылай аяқтаймыз. Енді қараңыздар, мына жерде, мынау манағы бағалау звездочка, мынау қамыжыңыз. Қамыжы ашық тұр мына жерде. Қазір көрсетейін. Қамыжы, в общем. Содан кейін
топтық жұмыс негізі жеп жеңіл сабақта, себебі көп көрнекілігі жоқ. Көрнекілігін көрсетіп шығайын. Мінекей, сәйкестендіретін бір топтікі, тағы бір топтікі. Мынау жаңағы сенің үйің ұзақта бірдеңе деген бар ғой. Мынау сол, мынау мынаған жазады. Мынадағы тапсырманы мынаған жазады. Сосын жаңа тышқан бар ғой, соны бөлек беремін, ол да бар. Үшін барлық тапсырма осының ішінде бар. Критериалды бағалау манағыңыз.